Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз Кабатулла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Алматыда қар жауып, бір күнде 20 жол апаты тіркелді. Алматы қаласында қар жауып, бір күнде 20 жол апаты тіркелді. Алматы қаласы коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасының хабарлауынша, түнде патрульдік полиция экипаждарының саны артты деп хабарлады Түркістан.кз халық үніне сілтеме жасап. 23 жол апаты тіркелді, соның салдарынан 3 адам зардап шекті. Ауа райына байланысты әкімдік автокөлік жүргізушілерінен жылдамдықты төмендетуді сұрап қашықтықты сақтауға шақырды. Жаяу жүргіншілер тротуарларда жүргенде абай болуы керек. Белгіленген жерлерде көшелерді кесіп өтуі керек. Қарттар мен балаларға көмек көрсеткені жөн. Қазгидромет РМК болжамы бойынша қар 9 желтоқсан түске дейін жауады деп болжанған. Жел жылдамдығы 3-8, ауа температурасы күндіз -4 градус болады. Айта кетейік, қалада 4 см қар жауды. Медеу мен Шымбұлақта 6 см. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.